Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін математикалық сауаттылықтан келесі видео сабағымызды бастағалы отырмыз. Видео сабағымыздың тақырыбы аралық бөренеге байланысты, шеңбер бойына байланысты сәйкестікті анықтау. Тақырып бойынша болса да әдеттегідей 15 есептен тұратын топтама берілген. Есептерді өз беттеріңізше шығарып көріңіздер. Іркіліс болған жағдайда осы видео сабақта берілген есептерін шығару жолына жүгініңіздер. Бірінші есептен бастайық. Бөренелерді 52 рет арамен кескенде 52 бөлік шықты. Бастапқыда барлығы неше бөрене болған дейді. Не істейміз? Мұнан ескереміз. Бір рет кескенде бөренен 2 бөлік шығады, 2 рет кескенде 3 бөлік шығады, 3 рет кескенде 4 бөлік шығады. Басқаша айтқан кезде кесу санынан бөліктердің саны әрдайым бірге артып болып тұрады. Олай болса, 52 бөліктен кесу санын алып тастаймыз, 72 бөліктен кесу санын азайтамыз. Сол кезде қанша бөрене бар екенін шығады. Яғни 72-ден 52-ні алсақ 20 шығады. Олай болатын болса, 20 бөрене болған екен. Ары қарай келесі есебімізге көшейік. Келесі есебіміз былай дейді. Жаңа үй салып жатқан Айдардың 7 бөренесі бар дейді. Олардың әрқайсысын 5-ке бөлу керек. Ол өзінің өткір тісі бар арамен бір жерден кесу үшін 1,5 минут уақыт жібереді. Барлық жұмысқа оның қанша уақыт кетеді дейді. Енді бұл жерде 5 бөлікке бөлу үшін болса да 4 рет кесу керек. Міне жазылып тұр. Ал 7 бөрене бар. 7 бөренен 4 реттен кескен кезде 28 рет кесу керек. Ал оған кететін уақыт 28 көбейту 1,5 болады. Яғни 42 минут уақыт кетеді екен. Бұл есебіміз де шықты. Олай болса, 42 минут уақыт кетеді екен. Жауабымыз С жауабы. Келесі есебімізге көшейік. 2 бала бөренені 2 бөлікке бөлгенде 4 метр уақыт жұмсайды дейді. 6 метр бөренені 1 метрлік шөркелерге бөлетін уақытты табыңыз дейді. Енді 6 метрді 1 метрлік шөркеге бөлінеді деген сөз 6 бөлікке деген сөз ғой. Ал 6 бөлікке бөлу үшін 5 рет кесу керек. 6 метр бөренені 1 метрден бөлу үшін 5 рет кесу керек. Ал 1 рет кесуге 4 минут уақыт кетеді. Олай болса, 4 көбейту 5 тең 20 минут. Яғни жауабымыз Д 20 минут екен. Бұл есебімізде шықты. Келесі есебімізге. Негізі бұл тақырыбымыз десе аса күрделі тақырыпқа жатпайды. Өткендегі сабағымызда қарастырған бірлескен жұмыс деген тақырыптың есебіне көбірек көңіл бөліңіздер. Көрейік. Келесі 4-ші есебіміз. Азамат 1, 2, 3 және сол сияқты 12 сандарды шеңбер бойымен орналастырып, көршілес сандардың айырмасы 1-ге немесе 2-ге тең болатындай етіп жазып шықты. Қандай 2 сан міндетті түрде көршілес болады дейді. Көрейік. Ол үшін не істейміз? Ол үшін шеңберді сызып алдық. Шеңбердің бойына бір сан жаздық та, бірдің оң жағына, сол жағына қарай төменге қарай кете береміз. Енді 2-ні жаздық, өйткені 2 біреуге артық, айырмасы 1. Бұл біреуге артық. Ары қарай 2-ге артықтарды алып кете береміз. 4-тен 2-ге 6, 6-дан 2-ге артық 8, 8-ден 2-ге артық 10, 10-ға 2-ге артық 12. 1-ден 2-ге артық 3, 3-ден 2-ге артық 5, 5-ден 2-ге артық 7, 7-ден 2-ге артық 9, 9-дан 2-ге артық 11, 11-ден 1-ге артық 12. Міне жаңа шартқа сай сандардың барлығын шеңбердің бойына орналастырдық. Бұл жерде енді өзіміз көргендей, жаңағы есептің шартына сай келетін
8 бен 10 тұр. Міне, міндетті түрде 8-ден кейін 10 орналасады екен. Басқалары сай келмейді. Олай болса біздің жауабымыз Д жауабы болады екен. Бұл есепті шығардық деп есептейміз. Келесі есебімізге көшейік, не дейді екен? Шеңбер бойында бірнеше бала тұр. Ерман Нұржанның оң жағынан санағанда 5-ші, ал сол жағынан санағанда 9-ші орында тұр. Шеңбер бойында неше бала тұр дейді. Енді оң жағынан санағанда Ерман 5-ші орында тұр дейді. Нұржанның өзі саналмайды. Олай болса, оң жағынан санағанда 8 бала 9-ші орында тұрғандықтан, сол жағынан оң жағынан санағанда 5-ші орында тұрғандықтан 4 бала бар Ерманға дейін. Міне, Нұржан саналмайды санаған кезде болса. Нұржаннан кейін деп тұр ғой. Олай болса Нұржан жазамыз, 8 баланы жазамыз, Ерманды жазамыз, 4 жазамыз. 8 мен 4 12-ні береді. Ерман мен Нұржан бұлар екеу, сонда 14 жауабымыз біздің Б жауабы 14 екен. Аса күрделі есепке жатпайды, бірақ шатасып кетпеу керек. Бар мәселе сонда болып тұр. Келесі есебімізге көшейік. 6-шы есебіміз не дейді? 6-шы есебіміз қара, жара, жоба, қора, қожа сөздеріндегі әріптер белгілі бір цифрмен белгіленген. Қара сөзінің сандық белгісін табыңыз дейді. Енді бұл жерде қара Қ әрпінен басталатын 3 сөз бар. Қара, қора, қожа. Олай, ал мына жерде шартта 5-ден басталатын 3 сан бар. Олай болса Қ тең 5. Қара сөзде А әрпі 2 рет кездеседі. А әрпі 2. Ал 5-тен басталатындардың ішінде, 5-тен басталатын ішінде 2-ші және 4-ші орында бірдей тұрған, міне 3 тұр. Міне, басқаларында, міне 5-тен басталатындарда 2-ші, 4-ші орында. Олай болса 3 дегеніміз А ғой. Олай болатын болса біздің жауабымыз Д жауабы 53-73. Бұл есебімізді шықты деп есептейміз. Келесі есебімізге көшейік. Асанның ұялы телефонына шифрленген келесі жазу келді. 1 3 4 1 2 1 5 1 2 6 7 1 8. Бұл жазуда әртүрлі цифрлар әртүрлі әріптерді көрсетеді. Ал бірдей цифрлар бірдей әріптер бірдей цифрларды көрсетеді. Шифрленген жазуды анықтаңыз. Енді бұл жерде бірде мынаған көңіл бөлуіміз керек. 1-ші орын мен 4-ші орында бірдей әріптер. 1-ші орын мен 4-ші орында тұрған алға бар. 1-ші орын мен 4-ші орында бірдей әріптер тұрған аттан бар. Осы екеуінің біреуі біздің жауабымыз, қалғандары біздің жауабымыз емес. Мынау біздікі емес. Бұл екеуі де біздікі емес. Енді соңына қараймыз. Соңында мына жерде сеніммен деген сөз тұр. Сеніммен дегенде 2М тұр. 2Мге қатар 2 цифр, бірдей 2 цифр сәйкес келу керек қой. Ал бұл жерде мынау 67 дегеніміз, бұл бірдей 2 әріпіміз. Олай болса, бұл да біздің жауабымыз емес. Сонан өзінен ғана көрініп тұр. Біздің жауабымыз Алға Қазақстан екені көрініп тұр. Есебіміз шықты. Келесі есебімізге көшеміз. Сахыр, хабар, сауна, банан, нарат сөздерін төмендегі сандармен алмастыруға болады. Хабар сөзіне сәйкес келетін табыңыз дейді. Енді бұл жерде С әрпімен басталатын 2 сөз бар. Ал мына жерде 5-пен басталатын 2 сан бар. Олай болса, бұлар біздікі емес. Бізге өйткені Х-мен басталатын керек қой. Екіншіден, банан дегенде 2-ші, 4-ші әріпте бірдей, 3-ші, 5-ші әріпте бірдей цифрлар тұр. Олай болса, бананымыз мынау С. Бұнда С. Енді бізге не керек? Бізге 2-ші, 4-ші сандары бірдей керек. 2-ші мен 4-шісі бірдей, міне 91.318 тұр. Мұнаның 2-шісі мен 4-шісі бірдейміз. Олай болса, біздің жауабымыз Б жауабы деді ала салдық. Болды, бұл есебімізде шықты. Келесі 9-шы есебімізге көшейік. Кестеде берілген теңсіздіктерді айнымалының қабылдайтын бүтін мәндеріне сәйкес
бастапқы сөздер түрлендір дейді. Мына жерде 1 мен 4-тің арасындағы 1 мен 4-тің арасында 4-ші орында «ы» тұр ғой, 1-ші орында «с» тұр. Арасындағы мына «а» бұны алып тастаймыз. Сол кезде «с» шықты. «С», «а» бұны алып тастадық. «С» шықты. 2 мен 5-тің арасында, 2 мен 5-тің арасында «д» бар. «д»-ны алып тастадық. Сонда «алма» шықты. 2 мен 4-тің арасында 3 бар болса да, ол мынау «х». Олай болса, жауабымыз «д», «сиыр». Есеп шықты. Мұнда бәрі жаңа жолы аспай қарап көрсеңіздер де болады. Келесі есебіміз, 10-ші есебімізге көшейік. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді тап дейді. Ақтөбе қосу Атырау тең Қатара дейді. Қорған қосу Тошала тең сұрақ белгі дейді. Енді бұл жерден мынау Қатыр, бұл мына ақтың қарама қарсысы. Татыр, бұл аттың кері бағытта жазылған. Ратыр, ра міне соңынан санағанда 3-ші және 2-ші әріп. Олай болса, қ отыр, қ оға қарама қарсы кері бағытта жазылған оқ бар. Т отыр, ту оға кері бағытта жазылған от бар. Міне. Сосын мынау 3-ші, соңынан санағанда 3-ші және 2-ші орында. Олай болса, біздің жауабымыз С жауабы екен. Бұл есебімізде шықты. Келесі 11-ші есепке келейік. А плюс Б тең 9, Б плюс С тең 3, С плюс 1 тең 4 болса, А плюс Б плюс С тең сұрақ белгі. Кетеміз. 3-ші теңдеуден С-ның 3-ке тең екен бірден анықтау. 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады. Мына жерге 3-ті қоямыз енді. Бұл жерге С-ның орнына апарып 3-ті қоямыз. Сонда Б тең 6 екен шығады. 6-дан 3 тастасақ 3 қой. Енді мына жерге Б-ның орнына 6-ны қойдық. 6-ны қойдық. А қосу 6 9. Олай болса А тең болу керек 3-ке. Қосамыз. 3 қосу 6 қосу 3 тең 12. Біздің жауабымыз Б жауап 12 екен. Бұл есебімізде шықты, оңай шықты, иә? Келесі есебіміз көрейік, не дейді екен? 12-ші есебіміз. X және Y сандарының арасындағы амалдар X-тің 3 дәрежесінен Y-ті азайту екен. Олай болса, мынау 3 пен 23-дің арасындағы амалға шыққан нәтижесімен 51 арасындағы амалдың мәнін анықтаңыз дейді. Не істейміз? 3 пен 23-дің арасындағы амалымыз мына шартқа сай 3-тің кубы минус 23-ті береді. 3-тің кубы 27, одан 23 тастасақ 4 шығады. Енді 4 пен 51-дің арасындағы амал 4-тің 3 дәрежесінен азайтамыз 51-ді. 4-тің 3 дәрежесі береді 64-ті, одан 51 тастасақ 13 шығады. Олай болса, біздің жауабымыз 13 А жауап екен. Бұл есебімізде оңайшыға салды. Келесі есепке көшеміз. Әрбір әріпке бір цифр сәйкес келетін болса, саламат сөзіне төмендегі жауаптардың қайсы сәйкес келеді дейді. Енді бұл жерде мынадай. Жанат, Марат, Самал, Самат деген тұр. Төртеуінде 2-ші, 4-ші орындарда А тұр. Міне бұл жерде де А тұр, бұл жерде де А тұр, бұл жерде де А тұр, бұл жерде. Олай болса, Аға тең бір сәйкес келеді деген сөз. Енді Т соңында 3 жерде тұр. Міне Т тұр. Міне Т, міне Т, міне Т. Ал мына жерде қарайтынымызда 8 3 рет келіп тұр. Олай болса, Т-ға 8 сәйкес келеді. Енді мына жерде басында келетіндердің ішінде С 2 рет қана қайталанып тұрған С бар. 2 рет қана қайталанып тұрған С бар. Ал мына берілген сандардың ішінде 2 рет қайталанып тұрған 4 бар. С деген олай болса 4. Енді М деген қаяқтан шықты? М дегеніміз 3-ке тең дейді. М дегеніміз 3-ке тең болатын себебі міне. М 3 сөзде ортасында М тұр. 3 тұр, бұл жерде 3 тұр, бұл жерде 3 тұр. Олай болса, М дегеніміз 3 екен. Енді не істейміз? Бағанағы мына саламат сөзіндегі
әрбір әріптің орнына сәйкес санды қоямыз. С дегеніміз 4 еді, А дегеніміз 1 еді. Бұланың бізге қанша екенін керегі жоқ. А дегеніміз 1 еді, М дегеніміз 3, А дегеніміз 1, Т дегеніміз 8. 41. 13-18 бен аяқталатын бұл жерде Д әрпіміз. Д жауабымыз болдар. Міне. Олай болса, біздің жауабымыз Д жауабы екен. 13-ші есебімізді шығардық. Келесі 14-ші есепті көрейік. Әлем сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз дейді. Енді бұл жерде мынадай әңгіме. Бірден мынаны бастаймыз. 5 цифрының 5 цифры дейді. Соңында міне тұр да, мына жерде берілген сандардың ішінде 5 пен аяқталатын 3 тұр. Олай болса 5 цифры берілген сөздердің соңында 3 рет кездеседі. Олай болса тең 5. Ал 5 2 рет кездесетін, екінші және төртінші орында тұрған. Міне 75-65 бар. Олай болса, тесе дегенім 75-65. Бұдан не көреміз? Үшінші орында 6 тұр. С дегенім 6 екен. 5-ті белгілеп алдық. Әсел дегеніміз сонда Ә болады. С-ның орнына 6 қоямыз. Е-ның орнына 5 қоямыз болады. Олай 65 дегеніміз, міне, кездесіп тұр тек мына жерде. Олай болатын болса, С жауабымыз 1653 деген әлем деген сөзге сәйкес келеді екен. Әлем дегенге ғой, әлем керек ғой бізге. Әлем, Ә дегенім 1. Жаңа анықтап алдық, мына әселден ғой енді. Әселді анықтап алдық та, әселден Әнің орнына 1-ді қойдық. Елдің орнына 3 қойдық. Бізге әлем керек. Сонда 1, 3, 5, 6 кешіріңіз. 1, 3, 5, 6 мекен. 1, 3, 5, 6 екен. Әлемге сәйкес келетін 1, 3, 54 екен ғой, кешіріңіз. 1, 3 өйткені 5-іміз 5 цифрына сәйкес келіп тұр ғой. Мына жерге 5 сәйкес келіп тұр. Онда біздің жауабымыз Д жауабы екен. Қателеспін, кешіріңіздер. Міне. Келесі есебімізге көшейік. 15-ші есебіміз, соңғы есебіміз. Бұл есебіміз енді тақырыпқа сәл өзгешелеу, әдеттегі есептерімізге ұқсамайды. Жол бойына 1,70 метр қашықтықта 35 баған орнатылған. 11-ші баған мен 20-ші бағанның арақашықтығын табыңыз дейді. 70 метрден 11-ші баған мен 1-ші бағанның арасында 70 метрдің 10-ы бар. Олай болса, 1-ші және 11-ші бағандардың арақашықтығы 700 метр екен. Ал 1-ші баған мен 20-ші бағанның арасында 70-дің 19-ы бар. 19-ы 70-ге өтсек, 1330 шығады. 1330 метрден 70 метр дасақ, 630 метр шығады. Олай болса, біздің жауабымыз 630 метр екен. Құрметті оқушылар, бүгінгі топтамамызды аяқтадық. Аман болыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, жазылмаған болсаңыздар жазылыңыздар, құрбыларыңызды тартыңыздар, іске сәттілік.